Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге осындай майға піскен картоп пен пирожкиларды ұсынамын. Бұл пирожкилардың жасалу жолы өте оңай және де жұп-жұмсақ болып, өте дәмді болып піседі. Рецептісін міндетті түрде описанияға қалдырамын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен осындай бір ыдысқа жылы суымызды құйып аламыз. Оның үстіне құрғақ ашытқымызды саламыз, қантымызды қосамыз және де бір ас қасық тұзымызды салып, барлығын араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 7-8 ас қасық ұнымызды қосып араластырамыз. Ендігі кезекте бетін пищевая пленкамен жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттың ішінде біздің массамыз сәл көтеріледі. Одан кейін оның үстіне сұйық майымызды құямыз да, електен өткізілген ұнымызды 2-3-ге бөліп, осылай қамыр илейміз. Қамырымызды қатты, тығыз қылып илемейміз, сәл жұмсақтау қылып илеген дұрыс. Илеп болғаннан кейін бетін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілгенше біз картопымызды аршып, жуып, тазалап, осылай бірнеше бөліктерге бөлеміз және де үстіне 2 шай қасық тұз саламыз да су құйып газға қоямыз. Картопымызды газға қоямыз және де қайнағаннан кейін арасында осылай араластырып қоямыз. Картопымыз піскенше біз пияздарымызды турап дайындап аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Осындай бір ыдысқа біраз сұйық май құямыз да газға қоямыз және де майымыз қызығаннан кейін жаңағы туралған пияздарымызды салып, үстіне жарты шай қасық қара бұрышымызды қосып қуырамыз. Осылай араластырып тұрып, күйдірмей қуырып аламыз. Мінекей дайын болды. Енді газдан алып тастаймыз. Картопымыз піскеннен кейін суын төгіп тастап, осылай бір езіп аламыз да, бір ас қасық сары май қосып, арнайы осындай картоп езгіштермен еземіз. Содан кейін жаңағы қуырылған пиязымызды, майымызды осы картопымызға салып, тағы да езіп араластырамыз. Жақсылап осылай араластырып тұрып еземіз. Міне біздің картопымыз да дайын болды. Картоптарымызды дайындап болғанша уже біздің қамырымыз да көтерілді. Енді үстелдің үстін осылай майлап аламыз да, қолымызды да жақсылап майлап алып, қамырымызды домалатып үстелге тіземіз. Мен көтерілген қамырларымды ұндамай осылай майлап отырып жасаймын. Сол кезде қамыр қолға да жабыспайды және де үстелдің үстіне де жабыспайтын болады. Міне қамырларымыздың барлығын осылай дайындап аламыз. Енді кезекте қолымызды бір майлап аламыз да, қамырымызды осылай қолымызбен жаямыз. Және де ішіне бір ас қасық картопымызды саламыз да, картопымыз шығып, қамырымыз жарылып кетпейтіндей барлық жерін осылай жақсылап қысып жабыстырамыз. Келесі қамырымызды да солай жайып аламыз да, бір ас қасық картопымызды салып, жақсылап жабыстырамыз. Тура осылай барлық пирожкиларымызды жасап дайындап аламыз. Міне пирожкиларымыздың барлығын осылай дайындап аламыз. Енді қызып тұрған майға пирожкиміздің үстінен сәл басамыз да 2-3 пісіріп аламыз. Тура осылай пирожкиларымыздың екі жағын бірдей қызарғанша пісіріп аламыз. Пирожкиларымыздың екі жағы бірдей қызарып, піскеннен кейін осылай майын сілкіп аламыз. Барлық пирожкиларымызды осылай 2-3 салып пісіріп аламыз.
Міне менің өте дәмді жұп-жұмсақ пирожкиларым дайын болды. Менің рецептім бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийда пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар. Апта сайын жаңа рецепттер күтіңіздер.